Менің анашымның бүгін туған күні еді, 70 жасқа толып отыр. Құттықтау рұқсат етсеңіз. Қадірлі анашым, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің мейірімге толы жүрегіңізге және жүзіңізден төгілген нұрға шомылып өстім. Анашым, әкетайым екеуіңіз құстың қос қанатындай мәңгі бірге болып, Құдай бере салған немерелеріңіздің қызығын көріңіздер. Мне за вас стыдно, господа чиновники Минюста, Минторговли, Минздрава и других министерств. Выйдите хотя бы раз из теплых кабинетов, встаньте на место предпринимателя и того же потребителя. Вы строите какой-то штрафстан. Бірден ұрудан шықпайды ғой. Кішкене ерлерді кішкене түсінуіміз керек. Басында жанжал туындайды, сол жанжал неден туындайды? Әрине, әйелдің тілінің ұзындығынан. Енді әйел адамдар кешірсін мені. Бірақ ондай да фактілер бар. Қазақтың сөзі бар. Жақсы әйел ырыс, жаман әйел ұрыс дейді. Болмаса ерге жаққан әйел елге де жағады дейді міне. Біз кішкене қазақылықтан, қазақы тәрбиеден алшақтап баратымыз өкінішке. Ал енді әйел құқығын шынайы қорғайтын болсақ, тоқалдың ешқандай құқықтық тұрғыда қорғалмаған. Иә. Не алимент ала алмайды баласына? Алимент ала алмайды. Дүние алып бер, баламды асырайтын жағдай жасап бер деп заң түрінде ол талап ете алмайды. Оның бәрін енді не болса болмасын деп қашанғы біз көзімізді жұмып отыруымыз керек осыған. Қазақ жастарын азғындатып, болашағымыздың тамырына балта шапқысы келетін әлемдік деңгейдегі жауыз ұйым ЛГБТ мен феминита қауымдастығы. Аз ғана уақытта жастарымызды азғындыққа жетектеген жексұрын ұйымдар бүгінде сіздердің әрекетсіздіктерден әбден басқа шауып төс көріледі.